Қайырлы күн, Алматының күнінен осылай терезені жауып қойып қараңғылап үйдемін. Менің графигімді айта кетейін. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница үйдемін. Суббота, воскресенье демалыс менде. Солай менің графигім. Күшті, керемет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қазір қалаға қарай шығатын боламын. Қалжың ғой бәрі. Өмір ғой бұл, өмір сүрейік. Қайырлы күн достар, баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Негізі анда-санда бір 11-ге дейін ұйықтайтынымыз бар енді. Бәріне сәлем, қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Бүйтіп сторисқа шықпағалы біраз болыпты. Өйткені қазір қарбалас жұмыстар көбейіп жатыр бізде. Менде өзімнің обучением бар деген сияқты, Мәкеннің өзінің жұмысы, сонымен общем сторисқа шыға алмай жатырмыз дұрыс. Бүгін бізде бір ерекше күн. Бүгін біз Қошқарада келдік, бірінші рет осы жаққа келгелі. Сонымен адамдар көп, біздегі негізі кеш келіп қойып, сағат 10:30-да келді, соның өзіне адамдар толып жүр. Мына жақта біздің папамыз су алып жатыр. Танек бірі түсіп үлгерді. Полын түсірген жоқ енді. Сразу шок болмасын деп аяғын кішкене батырып, мен аяғын кішкене батырдым, полын су түскен жоқ. Настроиться етіп келген жоқпын, честно. А папамыз прям настроиться етіп, түсіп алды. Молодец. Бір емес 3 рет. Келесі жол келгенде обязательно түсу керек маған. Ой, достар, 2 сағат күтіп, әйтеуір қаралып окулистімізге. Сонымен бәрі жақсы екен, шүкір. Соның енді 6-7 айдан кейін бірақ келеміз. Қазір енді Ерасылмен жүрміз. Ерасыл жұмыстарын как раз жолдан бітіріп, қызым ұйықтап жатыр. Біз Ерасылды күтіп тұрмыз. Көрмейді екен, көрсетейін деп едім. Дала 40 градус болса да ерінбей бір қызбен кездесуге шықтым. Ол қызды да көрмегеніме қай заман. Бір-біріміздің түрімізді ұмытып қалған шығармыз.